Сәлем достар, мен бүгін сіздерге многоразовый подгузник жасауды қолдан үйден қалай жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге бар болғаны осындай қолданылған подгузник және де қайшы керек болады. Қайшының көмегімен осылай подгузниктің ішіндегі осындай бөліктерін алып тастайтын боламыз. Енді шетіндегі резинкасына тесіп алмауымыз керек. Аккуратно осылай алып тастаймыз. Барлығын тазалап болғаннан кейін осылай памперсіміздің сыртын негізі бір жуып аламыз. Бір жуып алған жақсы, енді ол мұнша мусорлар кететін. Сыртындағы резинкасы жуғаннан кетіп қалмайды, ол біраз уақытқа дейін жарайды. Осындай ХП материалдағы пеленканы аламыз. Мына жерде енді жуған жоқпын. Негізі біз жуып, үтіктеп солай қолданатын боламыз. Жуып, үтіктеп осылай ішіне салатын боламыз. Міне осылай. Мен негізі өзімнің балама осылай қолданамын. Пеленка болмаса марлы да қолдануға болады. Бұл Китайдың подгузниктеріне қарағанда осылар жақсы болады, ауа өткізеді. Мінекей осымен біздің подгузникіміз дайын. Жуып, қайта қолдана береміз. Достар, сіздердің пайдаларыңызға жараса мен өте қуаныштымын. Менің каналымды қолдау мақсатында маған тіркеліп қойыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.